Сәлем! Бүгін біз Атырау таланттары жобасының кезекті түсіріліміне барамыз. Осы жолғы кейіпкеріміз Наурыз ұбытысынан 140 балл жинаған Жазира Кеңесова. Біздің түсірілім тобының атынан шағын естелік сыйлық болсын. Мынандай Дулат Исабековтың бекет әңгімесін сыйлаймыз. Естелікке бірінші бетіне тілек жазайық. Мына жағына жазайық. Барлық сұраққа дұрыс жауап берген атыраулық оқушы Жазира Кеңесова 140 балл жинаған. Школьница из Атырау Жазира Кеңесова показала абсолютный результат. Сәлем достар, назарда мен Кеңесова Жазира. Абсолютті ұпайды қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін таңдаған Жазира Кеңесова жинады. Қазір оқушыны тестке дайындаған орталық Атырау қаласындағы дарынды балаларға арналған гимназияда оқиды. Ол мектеп бағдарламасынан бөлек онлайн курсқа да қатысқан. Тыңғылықты дайындықтың арқасында тестілеудегі барлық сұраққа дұрыс жауап беріп, Алматыға арнайы шақыртумен келді. Қайырлы күн көрермен, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметіндегі Атырау таланттары жобасының кезекті түсірілімі. Бүгінгі кейіпкеріміз Атырау облысы дарынды оқушыларға арналған ұлттық гимназияның 11 сынып оқушысы Жазира Кеңесова. Ол қаңтар және наурыз ұбытысынан 140 балл жинаған. Ендеше жақынырақ сөйлесіп сұхбаттасайық. Өзіңді таныстырып өтсең, жасың нешеде, қай жақтың тумасысың? Сәлеметсіз бе? Мен Кеңесова Жазира. Қазір облыстық дарынды балаларға арналған ұлттық гимназияның 11 сынып шәкіртімін. Өзім негізі Жылой ауданының Тұрызба ауылының тумасымын. Сол жақта басын білім алдым 6 сыныпқа дейін және 7 сыныпта осы ұлттық гимназияға оқуға түстім. Және әрі қарай оқуымды осы ұлттық гимназияда жалғастырдым. Қазір ата-анаңыз бәрі сол жақта сіз? Қазір олар барлығы осында. Мен қазір ұлттық гимназияның интернатында білім алып, сол 7 сыныптан бері осында оқимын. Осы мектептің түлегі атанайын деп жатырмын. Кішкентай кезінде қандай болдың, кім болуды армандадың? Енді кішкентай кезінде қазіргі менің таңдаған филолог дейтін болған жоғы. Ол кезде менде мүмкін дизайнерлік деген ой болды, мүмкін сосын мен ол кезде қобызға қатысатын едім. Сосын бір ой болды, музыкалық жаққа кететін шығар, мүмкін қобызшы болатын шығармын деген сияқты. Бірақ әлі нақты таңдалмаған болатын. Сондай ойлар болды негізі. УБТ-да таңдаған пәнің қандай? Қай мамандыққа түспексің? Қазір менің УБТ-да комбинациям ол қазақ тілі және әдебиеті. Бұл пәнмен тек қана 3 мамандық қарастырылады. Соның ішінде мен филологияны таңдап отырмын. Филология жағына, ғылым саласына қарай. Ал қандай оқу орнын көздеп отырсың? Менде ол әлі нақты таңдалмаған, дегенмен де филологияны жақсы оқытады деген Қазақстандағы ең беделді университеттер, КАЗНУ, СДУ, ЕНУ деген сияқты университеттерді әлі қарастырудамын. Ал осы мамандықты таңдауға не түрткі болды? Әдебиетке деген қызығушылығың қашан басталды? Және бұл мамандық таңдауға ата-анаң, ұстаздарыңның көмегі болды ма? Жалпы 6-7 сыныптарда өзім көркем әдебиет шығармаларды оқитын болдым. Кейін осы мектепте 8 сыныпта бізде ғылыми жоба болды. Яғни менің қазіргі қазақ тілі әдебиетінен жетекшім, сол пәндерден беретін мұғалімім Қуандықбай Эльмира Қуандыққызы бізге айтты, осындай ғылыми жоба бар, ішіне сыныптарының арасында қатысатын оқушылар бар ма деген сияқты. Сол кезде батылдық танытып, апаймен қатысайыншы дедік. Одан кейін қазақ әдебиетін таңдадық та қазақ прозасындағы балалар бейнесі деген тақырыпты алдып, облыстық кезеңінен өтіп, оның келесі облыстық кезеңінен екінші кезеңінен өтіп, республикалық деңгейге дейін жеттік деп, сол жерде 3-ші орын жүлдегер атандым. Осыдан кейін мен әдебиетке андай бір пән ғана емес, ол мектептегі пән бір деп қарастыру емес, керісінше оны ғылым саласынан қарастыру. Енді ғылыми жоба болғаннан кейін біздің жобамыз сол әрбір шығармаға тоқталып, әрбір шығармадағы кейіпкерлердің бейнесін аштық. Осыдан кейін менің әдебиетке белгілі бір таңда махаббатым, қызығушылығым пайда болды. Яғни осы айтылған мен сол ғылыми жобаға қатысқаным және де Эльмира апайдың көмегі зор болды. Сол кезден бастап мен әдебиетке қызығушылығым ашылғаннан кейін 9-шы сыныптарда, 10-шы сыныптарда білдім өзімнің әдебиет пен тіл комбинациясын таңдайтынымды, және де үйдегілерге сол кезде айттым. Осылай, осындай комбинация бар екен, қазақ тілі әдебиеті, оның осындай 3 мамандығы бар екен, соның ішінен қарастырамын, әлі педагогика, мүмкін филология деген сияқты. Бірақ педагогика қарағанда филологияны таңдадым, яғни ғылым саласы жақын болғаннан кейін. Ал мектебің туралы не айтасың? Ұлттық гимназияның оқушысы болу қалай?
Бұл мектепке мен 7-ші сыныпта түстім. Экзамен тапсырып, 1 маусым күні, содан кейін келесі күні оның нәтижесі шықты, қуанып. Яғни мен басты қуанғаным ол бұл мектептің бере алатын мүмкіндігі, яғни сен ауылдан келіп, облыстық мектепке көшкен кезде ол үлкен өзгерістер пайда болады. Себебі сенің мектебіңде бүкіл әрбір облыстан, әрбір ауылдан 5-ке оқыған үздік оқушылар жиналады, және де онда бір бәсекелестік пайда болады. Мысалы, біздің сыныпта 28 оқушы болып түстік ба, оның 25-і бұрын өзінің мектебінде 5 жыл бойы, 6 жыл бойы оқу озаты атанған үздіктер болды. Кейін олардың арасынан іріктелініп алады, олардың мысалы, және осылай үздіктердің арасында оқудың өзі бір ғанибет болды да. Сол кезде сен үздік болуға, және де олардың арасынан алға ұмтылуды үйренесің. Сосын бұл мектептің ең басты берген мүмкіндігі ол облыстық жарыстарға бірден шығу, және де облыстық жарыстарға шығу арқылы өзінің осындай мұғалімдерімен көптеген тәжірибесі бар ғой, ол мұғалімдердің қаншама оқушыларды дайындаған, сол оқушылармен, сол мұғалімдермен бірлесе отырып, талай жарыстарға қатысып, талай жарыстардан көрініп, орын алуға, республикалық деңгейге, халықаралық деңгейге жетуге деген көптеген мүмкіндіктер бар. Біздің мектепте мысалы ғылыми жобаларға, олимпиадаларға көп көңіл бөледі, және де олардың жүлдегері де өте көп. Сол жағы, және ары қарай да осындай жарыстарға неғұрлым көбірек қатысқан сайын, сен алдыңа мақсатты көбірек те қоя аласың да. Яғни сен көптеген әрбір республикалық кезеңде әрбір облыстан келген үздіктерді көресің, олардың арасынан өзің алға ұмтылғың келеді. Сол кезде бәсекеге қабілеттілік пайда болады, және сол бәсекеге қабілеттілік арқылы сен алға қарай ұмтыла аласың. Сол мүмкін маған сол шынымен де әсер етті. Себебі ОТ-ға дайындықты бастаған кезде менде бір грант болса болды емес, мен рекорд иесі атану керекпін, мен 130-дан асу керекпін, жоғары нәтиже көрсету керекпін деген сияқты менде құлшыныс болды. Себебі ол бұрын менде жарыстарда сондай нәрсе қалыптасқанда. Үздік болуға тырысу, талпыну.别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具和研磨虾笔，直接给我撕。ұбт-ға жалпы дайындалуды қай кезден бастаған дұрыс, және сен бұған келгенде өзіңді қалай сынайсың, өзіңе қаталсың ба, мысалға күніне қанша уақыт дайындаласың? Ол әркімге әрқалай, яғни егер шынымен де жоғары балл алғыңыз келсе, грант егер атанғыңыз келсе, дайындықты неғұрлым ертерек бастаған дұрыс. Себебі тек қана ұбт-ның материалын, кітаптарды бір рет қана оқу жеткіліксіз, оны ол мәліметтер өте көп, ол мәліметтерді қайталауға да бір уақытты есептеу керек, яғни нағыз ұбт-ға дейін сіз қайталай алуға да бір мүмкін болу үшін. Мен өзім дайындықты тамыз айында бастадым. ұбт-ға деген бір настройды мен 10-шы сыныптың жазында осындай мамыр, маусым айларында бастадым да, кәдімгі жүйелі дайындықты. Ол кезде уақыт бос болған кезде дайындалып, бір материалдарды қарап қойып сондай болды. Бірақ нағыз жүйелі дайындықты ол тамыз айынан бастадым. Тамыз айынан бастап сабақтан немесе бір тамақ ішуден, ұйықтаудан деген сияқты уақыттардың көп бөлігі осы ұбт-ға дайындалумен кететін. Және ұстаздарың туралы, Эльмира апайың туралы айттың, тағы көмектескен ұстаздарың болса, сонымен қатар ұбт-ға тағы дайындалып жатқан оқу орындарың бар ма? Қосымша онлайн курс немесе офлайн курстарың болса, оны бөлсең болады. Мен сол тамыз айында жүйелі дайындықты бастадым. Ол 140 онлайн білім беру курсы арқылы. Осы курстан басында 2 пәнді алдым, қазақ тілі және әдебиеті. Олардың өздерінің уақыттары бар. 3 ай оқытылады, қазақ тілі, әдебиеті 5 ай оқытылады деген сияқты. Одан кейін қазақ тілі біткеннен кейін математикалық сауаттылықты алдым. Әрі қарай курстың өзінің жүйесі бар. Үздіктерді, яғни қаңтар ұбт-та жақсы нәтиже көрсеткендерді өздері бөледі, яғни VIP, премиум, стандарт деген сияқты. Және мен VIP бөлімінде өттім де, ол маған үлкен мүмкіндік болды. Себебі VIP бөлімінде біз бүкіл өткен 5 ай бойы өткен тақырыптарымды қайталаймын, және ол маған тегін. Яғни мен бұған дейін ақылы оқып келетін болсам, тамыз айынан қаңтар желтоқсан айына дейін, енді мен VIP бөліміне өту арқылы тегін қайталай аламын. Ол да бір маған үлкен бір мүмкіндік болды. Әлі де сол курспен өзімнің дайындығымды жалғастырудамын. ұбт тапсырушы қатарластарыңа қандай кеңес айтасың? Тест тапсыру барысында оқушы өзін қалай ұстауы керек? Сол жағына кеңесің бар ма оларға?
иә, андай жағдайлар өте көп болады, яғни оқушы қаншалықты біліп тұрса да, ол сұрақты бірақ өз-өзіне сенбегендіктің кесірінен немесе сол кезде өзін ұстай алмағандықтың кесірінен біліп тұрған жауабын қате орындайтындар болады. Немесе өзіне сенімсіз болады да, мен кітапты былай оқыдым, бірақ ол былай сияқты дейді да, басқа бір жауапты белгілеп қояды, бірақ соңында ол өзінің ойлаған дұрыс болып шығады. Яғни ол ұбт ол тек қана білімді емес, әртүрлі жағдайларды сынайды да, сенің өзіңе деген сенімділікті, сенің бір төзімділігіңді, яғни ұбт бір рет сынсаң, сен әрі қарай жалғастырасың ба, дайындығыңды жоқ жалғастырмайсың ба, немесе мұқияттылықты, яғни кейбір болымсыз бір сұрақты дұрыс түсіне алу, немесе сол мәтіннің ішінен сенің сауаттылығыңды тексеретіндей, яғни ұбт тек қана білімді емес, көптеген нәрселерді, сенің талаптылығыңды, сен қаншалықты есте сақтау қабілетің жоғары, сен қаншалықты мәтінді түсінесің деген сияқты өте көптеген сенің қырларыңды, сыни ойлау қабілетінде сені сынайтын сұрақтар болады. Мысалы, әдебиетте ондай сұрақтар көп, яғни өзіңнің ол жаттанды сұрақ емес, ол сенің сыни ойлау қабілетіңді дамытады. Сен сол жерде ойланып, сол жерде осы келеді ау деген болжаммен орындау керексің. Сонымен айтқым келетіні, яғни тек қана мен төмен балл алсам, немесе қаңтар, наурыз ұбт-ларында төмен балл алып қалатын оқушылар болады ғой. Сол кезде мен жеткілікті білімді емеспін деген сияқты өздеріне сенімсіздік пайда болатын болса, оны жою керек. Керісінше ол жауапты біліп тұрып, мен сенімсіздігімнің кесірінен, өзімнің қобалжуымның кесірінен кетірдім ғой деп, негізі ұбт-ға барынша салқынқандылықпен кіру керек. Яғни мен қандай нәтиже болса да мен оны қабылдаймын, қандай нәтиже болса да ол менің қайырлы балым, және сол балл, ол тек қана мысалы қаңтар ұбт, ол тек қана А точкасы да, яғни ол сенің бастапқы ғана сенің бөлігің, сен сол жерден көре аласың өзіңнің әлсіз тұсыңды. Сол әлсіз тұсыңды көргеннен кейін барып, менің мына жер тақырыптарда дұрыс оқымай кеткен екенмін, мен онымен жұмыс жасау керекпін деп, келесі наурыз ұбт-ларына жақсылап дайындауға ол мүмкіндік та, ол ұбт-лардан сынып қалмау керек барынша. Өзің жалпы әдебиетті оқисың, қандай сүйікті шығармаларың бар, сүйікті жазушыларыңмен бөліссең? Менің жалпы ең басында 6-7 сыныптарда оқып Шерхан Мұртазаның Айман Айша шығармасын оқыдым. Яғни ол Шерхан Мұртазаның балық шағы туралы. Осыдан кейін маған балық шақ туралы өзіне жазатын жазушылар ұнап қалды. Яғни солардың ситуацияларын оқу, олардың балық шақтарын, соны сезіну деген сияқты. Мысалы, Оралхан Бөкейде, Бердібек Соқпаевта ондай шығармалар көп. Осыдан кейін Шерхан Мұртазада бар интернат ана деген сияқты әңгімелер. Осыдан кейін балық шаққа саяхат деген мысалы шығармалар бар. Содан кейін мен осы жазушыларды Оралхан Бөкейде, Бердібек Соқпаевта, Шерхан Мұртазаны көбірек жиі оқимын, және олардың бүкіл шығармасын негізі бұйырса оқығым келеді. Ал Абай жолын оқыдың ба? Абай жолын, оқыдым. Оны негізі ерте оқып қойдым. Көп нәрсені түсінбесем де, көп сіздерді түсінбесем де, бірақ белгілі бір таңда ол маған Абаймен танысуға, яғни 7-ші сыныпта және 8-ші сыныпта осы кезде оқыдым. Негізі ол күрделі шығарма ғой, роман эпопея ғой. 7-8 сынып әлі ерте сияқты. Белгілі бір кейбір, мысалы, қайтқанда деген сияқты бөлімдерді түсіндім, өзім түйетін нәрселерін түйдім, бірақ мен қазір 10-ші сыныпта ұбт-да спецификацияда ол шығарма бар, және оны сол қайтадан оқыдым. Болашақта оны тағы да толық нұсқасын қайта оқу жоспарда бар. Ғабит Мүсірептің сөзі бар ғой, Абай жолын адам өмірінің 4 кезеңінде оқу керек жаңағы. 4 түрлі жаста. Сонда оны 4 түрлі түсінеді екенсің. Сондай сөзі бар Ғабит Мүсірептің. Шынымен, әртүрлі жаста оқу керек. Мен алғашқы рет 11-ші сыныпта оқыдым, енді тағы оқу жоспарымда бар. Көремін сол кезде, тәжірибемде қалай екен. Солай ма жоқ па? Қазіргі таңда ұбт-ның форматы күннен күнге өзгеріп жатыр ғой, сұрақтар қосылады, жылдан жылға жаңа сұрақтар. Басқа да қатарластарыңа бөлісші, осындай бір өзіңе келген қазақ тілі әдебиеттен қызықты сұрақтармен. Бізде қазақ әдебиетінде көптеген детальды сұрақтар бар. Яғни сен ол шығарманы тек қана түсінгеніңді емес, ол детальды сен байқадың ба, сен соны көз алдыңа елестетсең, ол шығарманы көз алдыңа елестетіп оқысаң, сен оны білесің. Бірақ көз алдыңа елестетпей тек қана бір түсініп, бір сюжет бойынша оқысаң, ол есіңде қалмауы мүмкін. Мысалы, осы жылғы сұрақтардың біреуінде ол Менің атым Қожа шығармасындағы Қожа таңертең тұрған кезде қанша уақыт болды, қаншада
тұрды деген сұрақ бар. Ол шығармада жазылған 8-ге 15 минут қалғанда, яғни сен соны елестетсең, қожа 15 минут қалған кезде, 15 минут қалған кезде мектепке кешігіп барған екен деген сияқты ойыңда оны елестетсең, оған жақсы жауап бере аласың, бірақ оны байқамай кетсең, сен бір баллынан айырып қаласың да. Яғни анаға айтқандай, тек қана сен түсінгеніңді, сенің қабілетіңді ғана емес, және елестетіп оқыдың ба ол шығарманы, сен оны байқадың ба деген сияқты сені сынайды кәдімгідей ұбт. Не көргендеріңізде осындай қызықты сұрақтар да бар екен. Көпшіліктің пікірінде мынандай пікірталас жүріп жатады, көпшіліктің арасында. УБТ-да қазақ тілі әдебиет тапсыру оңай ғой дейді да, өзіміздің бұрыннан бері оқып келе жатқан өзіміздің тіліміз ғой деп жатады. Міне қиындық деп химия, биология, физика, математиканы айтады да, міне есеп шығарамыз қиын деп. Негізінде оларда енді бір схемамен шығарады ғой, солай. Қазақ тілі әдебиетте көріп отырғандарыңыздай түрлі детальдарға да мән береді. Қазақ тілінің біздің өте бай, әдебиетімізде бай, қаншама шығарма бар, оның барлығын деталына тоқтаған кезде ол шынымен күрделі, сондықтан ешқандай пәнді құнсыздандырмай, барлығына бірдей қарап, осы жылғы УБТ тапсыратын түлектерге сәттілік тілейміз. Енді осы орайда сен өзіңнің алға қойған арман мақсатыңмен бөліссең, өзіңді болашақта 10-15 жылдан кейін қандай етіп елестетесің? Жалпы қазіргі мақсатымыз, сол біздің 11-ші сынып түлектерінің ол қазіргі мақсаты жақсы білім алу, және де сол жақсы біліммен УБТ-ны сәтті тапсырып, грант иегері тізімінен өзіңнің есіміңді көріп, сосын жоғары оқу орнында білім алу ғой. Жалпы қазіргі мақсатым сол, және де ары қарай ол енді филология саласына байланысты, яғни ғылым саласында өзімнің бір үлесімді қалдырғым келеді. Құрметті көрермен, осымен біздің шағын сұхбатымыз тамам. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Осы жылдың 2026 жылдың түлектеріне сәттілік тілейміз. УБТ бұл тек қана бастама деп айтқым келеді. Онымен ештеңе шектеліп, ештеңе тоқтамайды. Бұл тек басы, сынбаңыздар, сәттілік, баршаңызға рахмет. Біз Жазираға келген кезде сыйлық алып келіп едік, шағын, бірақ беруді ұмытып кетіппіз. Енді сұхбат барысында ол өзінің сүйікті авторларының қатарына Дулат Исабековті қосты. Біз Дулат Исабековтің Бекет повесін алып келдік. Және өзіміздің шағын тілегімізбен. Мен сізге қолыңызды жиым ойлағанға, өзі жолда неде бос уақытында оқып жүрген шығар. Жоқ. Рахмет. Сізге сәт жақсы қалаған 140 баллына жетіп, жақсы өзің қалаған оқу орнына түсіп кетті. Рахмет көп.